Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге көктемгі аллергия туралы айтатын боламын. Міндетті түрде аллергиясы бар жандар тыңдаңыздар. Сіздерге 15 пайдалы кеңес айтатын боламын. Ең алдымен достар, Дерт.КМ арнасына жазылып кетіңіздер. Сіздер үшін пайдалы ақпараттар шығаруға тырысамын. Достар, көктемнің аллергияның себебі гүлденетін өсімдіктердің тозаңынан. Бұл ұсақ бөлшектер желмен оңай таралады және көктемде бірнеше апта бойына ауа олармен толып тұрады. Тозаң негізі қауіпсіз, бірақ кей адамдардың иммунды жүйесі қателесіп, ағзаға түскен соң тозаң бөлшектеріне шабуыл жасайды. Бұдан көбіне көз бен мұрын қиналады, себебі олардың беті сезімтал және олардың тозаңынан түсуін қорғалмаған. Нәтижесінде көзді жасаурататын, мұрыннан су ағатын қабыну дамиды. Бірін немесе бірден бірнеше өсімдіктердің тозаңы аллерген бола алады. Көпшілік аллергияны тудыратын терек мамығы деп ойлайды. Терек мамығы біреулерге аллергия беруі мүмкін, бірақ ол өте сирек кездеседі. Терек мамығының басты қаупі ол өсімдіктер тозаңынан және спораларды таратады. Достар, енді сіздерге 15 кеңесті айтып шығамын. Бірінші, құрғақ желді күндері үйде қалуға тырысыңыз. Мұндай ауа райында ауа тозаң көп болады, ал жаңбырдан кейін ол азаяды. Екінші, далаға шыққанда күннен қорғайтын көзілдірік киіп шығыңыз. Бұл көзді тозаңнан қорғауға көмектеседі. Үшіншіден, көлікпен қала сыртына сапарға шықсаңыз, міндетті түрде терезені жауып қойып жүріңіз. Төртіншіден, жалпы белсенді гүлдену маусымында қала сыртына шықпаған дұрыс. Себебі кей өсімдіктер тозаңының шоғыры қала сыртында қала ішіне қарағанда көбірек болады. Бесіншіден, үйге кірген соң душқа түсіңіз және далаға киген киімдеріңізді әрі қойыңыз. Себебі денеде және сырт киімде тозаңның ұсақ бөліктері қалады. Алтыншы, кепкен киімді далада емес үйіңіздің ішінде кептіріңіз. Жетінші, көлікке және үйде кондиционер қолданыңыз. Ауаға арналған арнайы сүзгілер болады. Олар аллергенді ұстап қалады. Сегізінші, терезелерді жауып ұйықтаңыз. Тоғызыншы, үй жануарына күтім жасасаңыз, егер оны далаға шығарсаңыз, оның жүнінде тозаң жиналуы мүмкін. Ол оны үйге әкеледі. 10-шы, ұйықтарда душқа түсіңіз және басыңызды жуыңыз. Бұл теріңізді және шашыңызды аллергендерден тазалауға көмектеседі. Сол кезде аллергияның түнде мазалауы азаяды. 11-ші, дәрігермен кеңесіп, дәрі ішуді бастаңыз. 12-ші, ауызыңызды физиологиялық ерітіндімен немесе тазалаған сумен шайыңыз. Бұл мұрын бітелуін жеңілдетеді және шырышты қабатын аллергенді жуып шығуға көмектеседі. 13-ші, көктемгі аллергиямен күресудің тағы бір жолы аллергенге тән иммунотерапия. Бұл кезде дәрігер алдымен нақты неге аллергия екенін анықтайды. Содан соң тері асты инъекциясын жасайды. Ол ағзаның аллергенге біртіндеп үйренуіне мүмкіндік береді. Алайда бұл процедураны аллергия маусымы басталмай жатып жасайды. 14-ші, үйді жиі ылғал тазалаңыз. 15-ші, құрамында сіз үшін аллерген болып табылатын өсімдіктер сығындысы бар косметика, дәрі, фитотерапия қабылдамаңыз. Достар, бүгін сіздерге Дерт.КМ арнасы көктемдегі аллергиямен күресудің жолын және білу керек аллергиясы бар адамдарға 15 кеңесті айтып шықтым. Егер сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, сау болыңыздар.